Сен жаңа көзіңді түсірген кезде, мысалға, сол қыз қаншалықты әдемі болып тұрса, мысалға, қаншалықты сұп-сұлу болып тұрса, біл, сен көзіңді түсірген үшін, анау қыз қаншалықты сұлу бола берген сайын, сен сол көзіңді түсірген кезде, соншалықты сұлу иман береді саған Құдай дейді да сол кезде. Өйткені сұлу емес болса, қарай көзін тия салу оңай ғой. Не ол мысалы? Мен көзін тиіп қойдым. Сен аны сұп-сұлу, аны қарамайсың дейді да, сол кезде Құдай біледі дейді да сені. Ана іштей қатты қозып, не істеп тұрған, бірақ соншалықты көзің төмен түсіп, соншалықты әдемі иман береді дейді да сол кезде. Расуланың хадисіне негізделген. Сол себепті айтайын дегенім, әрбір құлшылықты өзінің деңгейінде істеу, Алла үшін істеу, соншалық соны істеген кезде, ана Құдай жүрекке сол ләззатты береді сөйтіп ақырында. Ол бір рет, екі рет, үш рет бір жиналады, сол кезде сезесің да оны. Соны айтады жаңа Расуланың хадис есіме түсіп кетті. Міне, кімде-кім көзін түсірсе, иманның ләззатын сезеді ол адам.